Жасынан аңқуған мылтықша ағайым Жылқыбай бізге мынандай бір қызық әңгіме айтып берді. Ағай мұндай кеңес айтарда жып-жылтыр төбесін сипап қоятын, күлімсірейтін. Бұл жолда сонысын істеді. Жаңадан қойған сары мұрты сонша әсем болса да, тосын көрген бізге ерсілеу сияқты еді. Біз құлақтырып ентелей түстік. Ол сөз бастады. Аңшы аяққа шаңғылып, таң атпай кетеді де, қалың орманда сай-саланы қуалап, ауылға қараңғы түскесін бірақ оралады. Түлкі мен қасқыр қайда? Қоян мен еліктер не тіршілік етіп жүр? Құр мен кекілік бар ма жоқ па? Осының барлығын зерттей жүресің. Қардағы іздерді айырасын. Осы өңірде түнде қандай аң жүрді? Олар немен айналысты? Қар бетіндегі кітапта бәрі жазулы болады. Тек тани біл, айыра біл оларды. Бәрінен қоян мен ақтандақ елікке іш тарта қарайсың. Себебі бұлар шырпы мен шөптен басқаға зияны жоқ. Су жүрек момын аңдар ғой. Оларға қайтсе де өз жауынан қорғану керек. Бір жытқыштың аузына түсіп кетпей, жарық дүниеде өмір сүру үшін бар өнерін жұмсайды. Олар тал түсте еш қайсысын алдырмайды. Суықта қардың астына кіріп түнеп жатқанда ғана түлкі мен басқа бір аңның аузына қапылыста түседі. Бірде ертемен аңға шығып, есілдің кең алқасын өрлеп салт келе жаттым. Күн сонар еді. Сайға түсе беріп, ойнақтап тұрған сұр атым құлағын қайшылап, алдыңғы жаққа үрке қарады. Дала әлі қара көлеңке болатын. Кең әлем жаңа көгеріп келе жатқан. Атты тебіне түсіп ұмтылсам, атым алға басар емес. Сайда әлде қандай аң тұрып, жығылып жүр екен. Жақындап барып анықтап қарасам, ақ қоянның алқымына жабысып алған сары күзенді көрдім. Күзен қоян бейшараның күре тамырын қиып, жығуға айналдырыпты. Күзенді ұрып алуға ат жоламайды. Иттерді қосуға болмайды. Өте шақар жатқыш. Итті тістеп, бетін қайтаруы мүмкін. Сөйткенше қоян жығылды. Қозғалуға дәрмені жоқ. Көздері қанталаған күзен үстіне шығып алып, артқы аяқтарымен тік тұрып, маған шақшақ етеді. Үні тым қорқынышты еді. Менің ызам қайнап кетті де, мылтығымды ала салып, басып салдым. Жауыз күзен шалқасынан түсті. Бұл асығыстығымнан қоянды адал бауыздап алдым. Оның есесіне қымбат бағалы күзен терісін оқ тесіп бүлдіріп кетіпті. Аға, күзен өзінен үлкен қоянды қалай өлтіреді деп, кішкене сапия таңырқай сұрады. Жылқыбай күлді. О, кішкене болса да қанқұмар жауыз ғой. Күзен осылай қасқырды да өлтіреді дегенді естідім. Өзім көргем жоқ. Қасқыр қалай, қоян қалай, шамалап көрші. Бірақ қоян қорқақ болғанмен ақымақ емес. Ол да қулық ойлайды. Өз жауының аузына оңайлықпен түспеуге тырысып бағады. Биыл қыс басында алғашқы ұлпа қар жауған күні қырдағы орманға шаңғымен шықтым. Күн жылы, бұлтты болатын. Таң атқаннан күн батқаққанға дейін бір қара құр мен екі шел атып алдым. Басқа аң кездеспеді. Мұндайда адам тез шашайтыны қандай. Аспанмен таласқан ақ қайыңдардың арасынан ілбіп жүріп келем. Орман арасы тыныш. Әр жерден қызыл тоқылдақтар кездесіп қалады. Олар мұлтақ ағашқа құйрығымен жабысып алып, тұмсығымен дамылсыз шұқылайды. Уақыт кешке айналды. Ағаш арасы күңгірт тартты. Ақ қардың бетінен жаңа жүріп өткен қоян ізі кездесе кетті. Өзі менің жөніме қарай кетіпті. Соңына түсе қалдым. Көп ұзамай шағын алаңшаға шықтым. Көрісіне сүйене құлаған қайыңның жанына келгенімде із жоқ болып кетті. Айнала қараймын, жоқ. Тығылып қалды дерлік. Қар да қалың емес. Мен не көріп тұрмын? Әлгі ізім қайда? Дау болып біраз тұрдым. Жоғары қарасам, құлаған ағаш сүйенген жуан қайыңның басында үлкен ұя бар екен. Жоғалтқан қояным соның ішінде отыр. Құлағын қайшылап алған. Жаным-ау, бұл қалай шықты? Деп таң-тамаша болдым. Бәрекелді бадырағым, сен менің даяр олжам болдың, деп күлдім. Мен мылтығымды ыңғайлағанша, құлаған ағаштың бойымен қоян жүгіре жерге түсті де орман арасына жоқ болды. Бадырақтың мұндай айлакерлігін кім білген? Шындығын айтсам, қоянды атып алмағаныма онша өкінген жоқпын. Осындай ақылды қоянның барына қуандым. Достар, арнамызға жазылып еңбекті бағалауды ұмытпаңыздар. Лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Жаңа видеоларды бірінші болып көргіңіз келсе, қоңырау белгішесін қосыңыздар.